Армысыздар қымбатты телекөрермендер, эфирде Атқан таңға ақ тілек бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Камила Нартова және әріптесім Гүлім Заманбек қызы. Армысыздар, 19 қазан құтқарушылар күні 1995 жылдан бастап мемлекет басшысының жарлығымен құрылған бұл күні бүгінге дейін халыққа қалтқысыз еңбек етіп келеді. Осыған орай біз де бүгінгі бағдарламамызды сол жандардың құрметіне арнамақпыз. Олай болса, ең алдымен көңіл күйлеріңізді көтеріп, бүгінгі күндеріңіздің сәтті өту үшін тамаша бір әуенге кезек берсек. Жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған арман төбеміз төгәс сенсің, арманы биік сөзсіз, жүрекпен сүйесің деп, жанамын күйіп ол, мекенім Қазақстан. Сұлу қала, ата мекен дара, көлдері мөлдір айна, гүлдері әсем жайда, сенде жауһар қайда. Төлегіміз оқу, қазағымның оқу, бір топтан қанымыз, жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Еліміз, жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман еріміз, жаралған ардан төбеміз төгәс сенсің, арманы биік сөзсіз, жүрекпен сүйіп сенде, жанамын күйіп мекенім Қазақстан. Құрыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстың тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бөгем, мақтанып кеуде керем. Төлегіміз оқу, қазағымның оқу, бір топтан қанымыз, жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз. Еліміз, жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін елімізде кәсіби апаттық құтқару қызметі болмаған еді. Адамдарды қоғамдық апаттық жағдайдан құтқару жұмыстарын көбіне қоғамдық ұйымдар, құтқару бекеттері атқарып келген. Бағдарлама тақырыбына орай алдағы уақытта осы саладағы мамандармен арнайы сұхбатымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал дәл қазіргі сәтте бүгінгі күннің ауа райына кезек берсек. Қазан айының 19 жұлдызына арналған ауа райы болжамы. Тарбағатайда күндіз 6, ал түнде -3 градус. Бесқарағайда күндіз 9, ал түнде -5 градус. Барадулихада күндіз 7, ал түнде -4 градус. Көкпектіде күндіз 7, ал түнде -4 градус. Жармада күндіз 6, түнде -6 градус. Үржарда күндіз 8, ал түнде -1 градус. Аягөзде күндіз 9, ал түнде -1 градус. Семейде күндіз 8, ал түнде -4 градус. Күн райы суыса да көңіліңіз суымасын. Ауа райы болжамын көрдіңіздер. Күн райы суытқанмен көңілдеріңіз ешқашан суымасын. Қымбатты көрермендер, олай болса көпке созбай, сіздерді бүгінгі бағдарламаға арнайы келген қонақтарымызбен таныстырып өтсек. Камила, біздің бүгінгі сұрақтарымызға жауап беретін өрт сөндіру қызметкерлері. Өрт сөндіру кезекші қызметінің жедел кезекшісінің көмекшісі азаматтық қорғау капитаны Біржан Құлғасқанов және Семей қаласы номері 7 өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы азаматтық қорғау капитаны Илдос Нұртазаев. Қош келдіңіздер, сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Және алғашқы сауалым, жалпы осы салаға қалай келдіңіздер? Бұл салаға мен 2012 жылы жеке шелендірген өрт сөндіру бөліміне жұмысқа кірдім. Сонда 2016 жылға дейін жұмыс атқардым, өрт сөндіруші болдым, жүргізуші болдым. Одан кейін 2016 жылы осы мемлекеттік өрт сөндіру бөліміне ауысып, сонымен қазіргі таңға дейін сол жұмысты атқарып келе жатырмын. Саламатсыздар, қош көрдік. Бұл жұмысқа ең бастысы мен бала кезімнен арман болатын, адам өмірін құтқару, адамға титтей болса да пайдам тисе екен деген бір мамандық. Сосын сол 2016 жылы, өзім 2014 жылы бітірдім оқуды. Сол Зайсанда жұмыс істедім. Сосын осы жақтан ағам, осы жақта пожарка жұмысқа алып жатыр дейді. Сол осы жаққа 2016 жылы жұмысқа кірген болғанмын. Содан бастап мен атқарып келемін жұмысымызды. Қызмет барысында қандай да бір өмірлеріңізге қауіп төндіретін сәттер болды ма? Әрине, енді әр шығу ол қауіпті ғой. Ешкім жолда бара жатқан кезде не болып жатқанын білмейміз ғой біз. Әр шығу өз қауіптісі бар. Енді ең қауіпті болған сәт ол осы жылдың басында ақпан айында болған Ақшың базарында болды. Оның былтыр өздеріңіз білетін орман өрті болды. Енді сондай өрттер болып жатады. Жаңа Біржан ағамыз айтып өткендей, әр шығу, әр өрт сөндірушіге қауіпті деп есептеймін. Өйткені біз ол жерге бара жатқан кезде білмейміз де, ол жерде не жанып жатыр, қалай жанып жатыр, ол жақта жағдайды қалай болып жатқанын білмейміз, өз көзімізбен көрмегеннен кейін. Енді жаңа айтып отқандай, орман өрті бар, жаңа Ақшың өрті болды. Жаңа жолдың бойындағы вип баня жанған, сол есімде физкультурный жанған 7-ші этажда. Сол ең қауіп қатерлер солары болатын. Әлі көз алдымда бірнеше жыл өтсе де, әлі көз алдымда олар. Ал енді сіздердің жұмыстарыңыз осы адам өмірін құтқарумен де тікелей байланысты ғой. Жалпы осы уақытқа дейін қанша адамды сіздер құтқардыңыздар? Енді ол қанша адамды каждыйын санап жоқ, жалпылама енді оқиға барысында. Енді оқиға барысында болып тұрады. Әр сайын, осы менен жақында осы
алдыңғы кезекшілігімде шәкәрім 20 мекен жайында болды, 6-шы қабатта 111-ші пәтерде жану. Сол жерде кішкентай баланы құтқардық. Енді кішкентай баланың қазір дені сау, анасына берілді, жедел жәрдемге берілді, бәрі денсаулығына қауіп төнген жоқ. Өртті аман есен өшіріп алдық. Осы соңғы болған жағдай сол. Иә, жаңа өзі айтты ғой, біз санамаймыз, енді білмейміз де қанша. Бірақ ең басты өрт сөндірушілердің ең басты мақсаты адам өмірін аман алып қалу. Яғни адам шығынын келтірмеу. Әр шақырту түскен кезде басымызда тұрып, тек адам шығынды болмаса екен деген. Барғаннан кейін енді ең бірінші біздің мақсат адам өмірін құтқарып қалу. Енді оны санап ататын ондай ойда болмады, санайтындай. Негізі болды. Негізі болды, адамдарды құтқарған көп болды. Жаңа физкультурина болды, жетінші жаңған кезде үлкен апаларымызды, аталарымызды спасательный колпак кигізіп шығарған болатынбыз далаға. Содан кейін енді сіздер үйден шыққаннан бастап үйге қайтып оралғанға дейін, мысалға күні бойы қызмет барысында түрлі оқиғаларға кездесіп жатасыздар ғой. Солардың ішіндегі жаңағы ең қызықты әрі қиын оқиғаларды қалай еске алар едіңіздер? Мен еске алатын қызықты сәттер болады ғой, адамды құтқару барысында, өрт сөндіру барысында деген сияқты. Мен айта кетейін, жаңа физкультурада болған кезде 6-шы этаж жанында, 7-ші этаж енді біз эвакуациялау керек, сол адамдарды. Сонда көтерілген кезде апа мен атамыз, үлкен кісілер ғой олар, шықпаймыз дейді, отырып алады. Сондай қызықты сәттер, тоқтатыр, мен үйімді кілттен жауып кетейін деген. Үлкен кісілер ғой олар білмейді ол кісілер. Сондай қызықты сәттер болып тұрады да, енді жаңағы осындай кездерде, сондай шығарту кезінде, шақыру кездерінде сондай қызықтар болып тұрады. Үлкен кісілеріміз шықпай, ұстамайын деп. Ең қиын сәт дегеніміз ол өрт сөндірушіге және әр шақырту ең қиын деп санаймын. Өйткені жаңа өзім айтып кеткендей, білмейміз ол жерде не болып жатқанын. Адам шығыны бар ма, жоқ па, ең бастысы ол адам шығыны болмау бізге. Осы орайда маған бір сұрақ келіп тұр, кешірім өтінемін. Осы құтқарған адамдарыңызбен кейін кері байланыс, мысалы, сөйлесіп тұрасыздар ма, қал жағдай сұрасып дегендей, құтқарғаннан кейін сіздерге алғыстарын айтып, хабарласып? Енді ондай болып көрген жоқ. Бұлай енді құтқарамыз дейін біздің тікелей жұмысымыз ғой ол. Артынан кейін оның аяғына айтады ғой, адамға жақсылық жасадың ба, оның қайырымын күтпе деп. Біздің тікелей жұмыс болғаннан кейін өйтіп енді бізге қайтадан хабарласып шыққандар жоқ. Бізде енді сол сәтте ғана дейсіз? Сол сәтте енді біздің жұмыс болғаннан кейін, тікелей жұмыс болғаннан кейін соны құтқарамыз да, ары қарай енді ең бастысы ары қарай оны ойламауға тырысамыз да біз. Жүрегімізге қабылдамау үшін, потому что ертең өзімізге ауыр болып кетеді. Сол үшін енді ол жұмыс болғаннан кейін құтқардық, болды, мен міндетім деп санаймыз да, ары қарай көп ойламаймыз. Ары қарай ойласақ бізге өзімізге ауыр болып қиналып қаламыз да. Сол үшін мен енді өз басым сөйтіп санаймын. Ол менің міндетім, мен осы жұмысқа өзім қалап, тілеп келгеннен кейін, енді мен ана кісіні құтқардым, мынаны бүйттім, одан мен рахметін күтейін деген ондай ой жоқ. Сол моментте құтқардық, болды, сол жерде мен қалтырып кеткенге тырысамын. Өйткені ертең өзіміз қиналып қаламыз да, сол үшін. Жалпы болашақ құтқарушыларға қандай кеңес берер едіңіздер, қандай ақыл айтар едіңіздер, жаңағы қандай жол сілтер едіңіздер? Осы салаға келемін деп жүрген адамдарға, келген адамдарға өздеріңізден кейінгі? Енді бұл салаға келемін деген адамдарға қазір міне агитациялар болып жатыр бізде. Көп ай сайын болады, мектептерде, колледждерде жақсы қазір агитациялар бар. Бізде өзіміздің Көкшетау қаласында академиямыз бар. Соғанда агитациялар жүреді. Енді менің айтарым, негізі қызығушылық бар ма бұл салаға, басымдылығы? Енді ол қызығушылық әр адамның өзіне байланысты. Әр адам енді өзінің ер жүректілігімен сондай бір несі болмаса, бұл салаға да тоже кез келген адам келе бермейді. Енді жақсы қазір агитациялар бар, жұмыс істеліп жатыр. Біздің өзіміздің саламыздан да, өзіміздің атымыздан да қазір бөлімшелерінің, мектеп өзінің аудандарында нелер бар ғой, мектептерге барып агитация жүргізеді. Солар арқылы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді қызығушылық негізі бар. Енді адам өмірін құтқару деген әр адамның екінің бірінің қолынан келе бермейтін жайт қой.
Тәуекелшіл болу керек, жауапкершілік. Жауапкершілік қой, ең бастысы жауапкершілік, одан ержүректілік бұл мамандықта. Сіз не айтар едіңіз? Жас қызметкерлерге айтарым, бұл жұмыс енді оңай жұмыс емес, әрине жұмыстарына немқұрайлы қарамауларын сұраймын. Және де жаңа айтып отыр ғой, көшеде де оқуымыз бар деп, соған оқып, агитациялар жүріп жатыр, соған оқып, тапсырып түссе дейміз. Және де ең бастысы бұл жұмыс патриоттық сезімді оятады ғой. Өйткені жаңағы инстаграмнан көріп отырады, негізі көптеген жас балалар және оқушылар жекеме жазып отырады да. Елдос аға, сіз сияқты болғымыз келеді, осылай елге көмектескіміз келеді деген сияқты, елге пайдамыз тисе екен деген сияқты ниетпен жазады. Ол ненің белгісі? Өйткені жаңағы патриоттық сезім бар ол балалардың. Сол үшін ең бірінші жаңағы айтатыным, патриоттық сезім, еліме деген, жеріме деген ниеттер жақсы болса, жұмысқа келсін олар. Енді құтқарушылардың бойында жаңа айтып отырсыздар, тәуекелшіл болу керек деген, тағы да қандай қасиеттерді айта кетесіздер? Қандай қасиеттер бар? Енді қасиет деген ең бастысы жаңағы ержүректілік қой. Адам өмірін отқа тікелей кіру деген ең қиын жағдай. Қаншама градус температура болады. Енді қасиет ержүректілік, батылдық, жауапкершілік өз жұмысына, немқұрайлылық жаңағы. Сондай. Осы орайда тағы бір сұрақ туындайды. Мысалға былтырғы орман өртін алатын болсақ, сол кезде жаңағы талай өрт сөндірушілер жұмылдырылды. Қанша күн бойы мысалы далада түнеді, сол жердің өртін сөндіру үшін сол жерде болды деген сияқты қанша жан-жақты көмек те көрсетілді. Мысалы сондай кездерде бір осы қызметті тоқтатсам, енді жалғамай-ақ қойсам деген ой келе ма негізі сіздерге? Жоқ, мен өз басыма ондай ой келген жоқ. Енді ол орман өрті тоже мен үшін тоже қиын болды. Жеке құраммен біз 2 рет өрттің астында алдық. Ондай жағдай болды. Осы қаланың бірнеше бөлімшелерімен жеке құраммен әлі жұмыс істеп жатырмыз, әлі сол балалармен бірге. Енді ондай жерде қойып деген ойым болған жоқ. Енді біздің міндет болғаннан кейін өшіруге тырыстық, халық мен жерде енді орманды аман алып қалуға тырыстық. Сол жерде елді мекендер болды, оларды да аман алып қалуға тырыстық. Енді жұмыстан шығу деген ой болған жоқ. Дұрыс айтасыз, ондай да менде болған жоқ. Керісінше жұмысқа деген құштарлығым оянып, ол жерде уже елге, жерге пайданың тиіп жатқанын көргеннен кейін адамда ниеті, сондай жаңағы желание дейді ғой, сондай пайда бола бастады, наоборот керісінше көбейіп. Енді ондай ой болған жоқ, жұмысты тастаймын деген сияқты қорқыныш деген жоқ, ол керісінше наоборот ұлғайды десем болады кезде. Қаншама бізден сол жерде жүрдік қой, қаншама қаладан адамдар, блогерлері көмектесіп жатты, блогерлар, волонтерлар келіп жатты, бізге сеніп келіп жатты ғой, жайдан жай келген жоқ. Соларға қарап тұрып, еще сол жерде орманда істейтін орманшыларымыз қайтыс болып жатты сол жерде. Олардың сол қайтыс болып жатып, ондай ой келу деген енді білмеймін, мен өз басыма келген жоқ. Керісінше өзім риза болдым халқымыздың адамгершілігіне. Халқымыз деген, біз осы жақында ғана Павлодар, Қарағандыда болды, дала өртіне барып келдік. Сол кезде тоже әлі айтады, Қарағанды, Павлодар облысының бізге келді ғой солар. Әлі айтады, Семей халқы не деген мықты, ауызбіршіліктері мықты екен, сол кезде орман өртінде байқадық деп. Ондай өрттерде болып жатыр ғой жан-жақтарда, бірақ именно сол Семей халқының ауызбіршілігі мықты екен деп әлі айтып, міне осы жақында ғана барып келдік көмекке. Барлығымызға мәлім, сол кезде жаңағы әлеуметтік желілерде осы Елдос мырзаның парақшасы белгіленіп, бүкіл телеарналардан көрсетіліп, семейлік өрт сөндіруші жаңағы Алладан жауын тіледі деп айтып жатты. Сол кезде менің байқағаным әлеуметтік желілер арқылы жаңағы жастардың қызығушылығы басым болды. Сол кезде жаңағы сіздердің қызметтеріңізге қызыққандықтан болды ма, әлде қандай да бір жаңа сіз айтып отырған патриоттық сезімдері оянғандықтан ба, мен байқадым, жаңағы астыға пікірлер жазылған кезде көп жастар сол салаға барғылары келетіндерін айтады екен. Қазір енді интернеттің дамыған заманы ғой. Елдостың сол блогер жүргізген арқылы
қазір көптеген жастар уже Білді. жұмыс білді, көріп жатыр, көзімен көріп жатыр, сразу сол момент түсіріп салып жатыр ғой, сол сәтте хабарлап отырғандықтан. Соның уже қызығушылық, жастар қазір бұрынғыдай емес, жастар уже қазір көз ашық, интернетті қарайды, Инстаграм қарап отырады. Сол арқылы уже қызығушылық бар. Тағы бір айта кететіні, ашық түрде сол жерден көрсетіліп жатқаннан кейін уже адамдардың барлығы білді. Шынайы жаңағы өрт сөндірушілердің күнделікті жанталас өмірі ғой, мысалға бір күнде ғана емес, сол өртте ғана емес, жалпы әрбір барған жаңағы қызмет барысындағы мекен жайларында осындай оқиғаларға ұшырасатынын хабардар болды. Содан кейін де қызығушылық туды деп ойлаймын. Қазірде енді Елдос қазір әлі де міне күнделікті өрт сөндірушінің өмірін, күнделікті қандай өмір, немен айналысады, қалай жұмыс істейді, таңғы келген жұмысқа келеді, кезекшілік ауысымы бар, бәрін түсіріп жатыр ғой, көзбен көріп жүрді жастар. Сол арқылы. Ол мен ойымша ол дұрыс деп санаймын да. Қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы көрсеткен дұрыс. Қандай сала болмасын, қандай жағдай болмасын. Қазір жастарымыз ниеттері бұрынғыдай емес, ниеттері түзелді, бізге қарай енді. Көріп жүр күнделікті қандай немен айналысамыз, не істейміз, қалай жұмыс жүреді. Солар арқылы уже қазір бізге жұмысқа кіргісі келетін жастар көп. Кішкентай ата-аналар жазады, мен балам армандайды, осындай сіздер сияқты өрт сөндіруші болсам екен деп армандайды дейді. Сіздер жаққа келіп пожарный машина көрсетсем бола ма, жұмыс жағына көрсетсем бола ма, баламы дейді. Кішкентай балаларға қызығушылық. Ол сәттен бастап, сол сәттен бастап уже кішкентай балалардың қызығушылығы оянып отыр. Ол бір жағынан дұрыс та сияқты. Бұрын кішкентай балалардан сұрағанда екінің бірі жаңағы мен полиция болам, ұшқыш болам, мұғалім, заңгер деген сияқты айтатын. Қазір енді солардың қатарында өрт сөндіруші деген басымырақ болып тұрған сияқты. Енді шыны керек сіздерге тамсанып отырмыз. Жалпы сіздерге қарап, сіздердің жауапкершіліктеріңізді, жұмыстарыңызға деген сүйіспеншіліктеріңізді көріп отырмыз, мақтанышдарыңызды. Ал енді уақытты кері шегертсек, ең алғаш рет сіздер осы жұмысқа орналасқан кезде, алғашқы өрт болған кезде сіздерде қандай сезім болды? Ең алғаш бірінші. Қандай сезім болды? Мен осы көзбен көргенде барлығы. Осы мемлекеттік өрт сөндіруге жұмысқа ауысып, мен енді Бесқарағай ауылында инженер болып жұмыс істедім. Одан кейін 2017 жылы қала Семей қаласында 46-шы ол кезде қазіргі нөмір 2-ші өрт сөндіру, ол кезде 46-шы өрт сөндіру соған келген кезде бірінші күні ең бірінші мен жұмысқа осында ауысып келген күн әлі есімде. Бірінші менің шығуым общество слепых дейді, сол жерде жеңіл машинаның жануы болды. Сол жерге барып ременімді теріс тағып сол әлі есімде. Сондай жайттар болады. Енді ең менің алғашқы өрт сөндіруім сол. Ал енді оның алдында мен жеке анандай меншік өрт сөндіру ғой, меншік сонда істедім. Ол кезде енді ол объектіде ғана болдық та, ол жерде өртке көп шықпадық. Ол жерде өрт болмады да, Семей қаласында клубный переулокта нефтебазада болдым. Ол кезде ондай выезд болдым. Енді осы мемлекеттік өрт сөндіру келгенде жаңағы ең алғашқы выездім ғой, шығуым. Сол енді әр адамның ол енді әр біздегі енді өрт сөндірушілердің каждыйның ол ең алғашқы выезді ол шығу есінде қалады. Сізде қандай сәттермен естеріңізде қалды? Менде жаңағы Бородулихада істедім оған дейін 2006 жылы. Сол жаңағы ең бірінші жаңағы қарауыл бастығы болып сол жақта тағайындалдым. Ең бірінші выездім жаңағы Баня жанды, сол Бородулих ауылында. Енді ол жерге миымда мынандай да, тек қателеспеу керек, Елдос қателеспе деп, соны миыма құйып аламын ғой барғанша. Сол барғаннан кейін не айтарымды ұмытып қалдым ана жерде. Енді біз радиомен беру керекпіз, келгеннен кейін обстановканы беру керекпіз. Хабарлап отыру керек. Хабарлап отыру керекпіз. Сол жерде тұтыққаным бар да кішкене. Енді ол жерде менің жаңағы бөлімше командирім болды, Деменчев деген. Көп жыл істеп келе жатыр. Сол өз қолына алып кеткен болатын. Содан бастап уже ақырындап үйреніп кеттік қазір. Одан кейін осы жаққа Семейге ауысып келген кезде, ол кезде енді ең бірінші ауысқан кезде стажировка өтесің ғой. Семей енді район емес. Үлкен қала. Иә, үлкен қала, выездар көп. Түнде жатырмын, түнгі сағат 2 ма или 4 па, оянамын бір. И как будто бір тревога болады сияқты, бірақ сол кезде тревога береді. Қараймын жаңағы уже балалар киініп отыр. Мен де киінемін ғой. Қайда кейін алма, мен де вызовқа барам, бірақ немеге жоқ, допуск жоқ жаңағы пожарға кіруге. И балалармен мына жақта Данидан остановкасынан артында үй жанады, барашный, сол жаққа ходпен барамыз. И мен балалардан қалыспаймын тоже жаңағы аппарат драгер, соны киіп аламын да,
крем деймін ішке қарай. Мені кіргізбейді, сен ұстап жүрсің кірме дейді. Өздері кіргізеді, сол кезде кішкене өкпеші болғандай, мені неге кіргізбейді деген. Сондай қызықтар болды өз басында. Сол жағдай. Жақсы. Ал жалпы өзі бізде елімізде 1995 жылдан бері 19 қазан құтқарушылар күні ретінде есептелініп аталып келеді. Осыған орай өздеріңіздің ізгі тілектеріңізді білдіріп өтсеңіздер бүгінгі бағдарламаның қорытындысы ретінде. Ертеңгі 19 қазан құтқарушылар күні мен жеке құрамды басшыларымызды құттықтаймын. Отбасылары амандық, дендеріне саулық, жұмыстарына табыс, әр шығудан аман есен отбасына оралуын тілеймін. Оқыс оқиға өрт болмасын деп тілеймін. Бүкіл қазақ елі аман болсын. Мен де қосылам деймін ба? Енді бүгінгі келіп жатқан құтқарушылар күні барша құтқарушыларды мерекелермен құттықтаймын, төл мерекелермен басшыларды, осы жаңа өзім жеке құрамды барлығын осы құтқарушылар күні құттықтаймыз. Енді оларға тілейтініміз денсаулық, отбасыларына амандық, жұмыстарына жеміс тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, осындай көк аспанда күліп сүреп өмір сүре берейік. Тыныш болсын еліміз ең бастысы. Жақсы айтқандарыңыз келсі. Сіздерге де бүгінгі эфирға келіп қатысып, өз ойларыңызды білдіріп, жаңағы ойларыңызды ортаға салып бөлісіп жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Жақсы, рахмет. Қымбатты көрермендер, құтқарушы қызметіндегі азаматтарымызбен болған сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Гүлім, жалпы сіз жұлдыз жорамал дегенге сенесіз бе және сәйкестік жиі болып тұра ма? Иә, сенемін, себебі онда айтылған кейбір жайттардың шындыққа жанасып жататыны бар. Олай болса, қымбатты көрермендер, дәл қазір біз сіздерге жұлдыз жорамал айдарын ұсынамыз. Тоқты, ешбір жағдайда смартфонға немесе компьютер экранына қараңғыда телмірмеңіз. Бұл көру қабілетіңізге кері әсер етеді. Өзіңізге әдемі үй киімдерін сатып алыңыз. Үйде ескі құсқы киіммен жүру өзіңізді сыйламау және бағаламау. Торпақ. Жақындарға ұсақ түйекке бола ренжімеудің ең жақсы тәсілі олардың өзіңізге қаншалықты қымбат екенін түсіну. Осыны есте сақтаңыз. Орынсыз реніштер сейіледі. Жеке өміріңізде бәрі ойдағыдай болады. Ең бастысы серіктесіңізден күдіктенбеңіз, мазаламаңыз және жаман ойларға бой алдырмаңыз. Егіздер, балаңыз бүгін бір ерекше өтініш айтып сізге жүгінуі мүмкін. Оның өтінішін орындауға тырысыңыз. Бұл сіздердің ара қатынасыңызға жақсы әсер етеді. Сүйікті адамыңызды өсек аяңнан сақтаңыз. Оған сенетініңізді көрсетіңіз және оған барлық жағынан қолдау көрсетіңіз. Шаян, ем алуға дәрігерге көрінуге бір шама шығын шығуы мүмкін. Уайымдамаңыз, жақында бәрі жақсы болады. Зодиак белгісінің нәзік жанды өкілдеріне өздерінің қастарына назар аударуды ұсынамыз. Шебердің кішігірім түзетуінің өзі сіздің келбетіңізге оң өзгеріс әкелуі әбден мүмкін. Арыстан, достармен әңгіме барысында өткір әлеуметтік мәселелерге қатысты өз пікіріңізді білдіру кезінде ұстамды болуға тырысыңыз. Ортақ пікірге келмей жанжалдасуыңыз мүмкін. Егер сіз соңғы уақытта бірнеше келі салмақ қосып алсаңыз, уайымдамаңыз. Зиянды тағамды рационыңыздан алып тастау арқылы артық салмақты оңай тастауға болады. Бикештер, гардеробыңызды тазартуға және қажетсіз ескі дүниелерден арылуға тамаша күн. Жақын адамдарыңызға деген ашу-ызаңызды басып, қарым-қатынасты бұзбаңыз. Жағымсыз эмоциялар отбасының ішкі мәселелері емес, сыртқы факторлардан туындайды. Таразы, кешке дүкендерді аралап көріңіз, сауда сәтті болады. Бүгін жеке қарым-қатынасыңыздағы мәселе туралы достарыңызға айтпаңыз. Қарым-қатынастағы қиындықтар туралы шағымданбаңыз. Сіз жақын арада серіктесіңізбен татуласасыз, ал достарыңыз шағымдарыңыздан кейін оған бұрынғыдай қарай алмайды. Саршаян, өз тәжірибелеріңізге мұқият болыңыз. Сізді не мазалағанын түсініңіз. Жеке мәселелерді шешіңіз. Ішкі кедергілерді жеңіп шығыңыз. Бірден іске кірісуге тырысыңыз және оны кейінге қалдырмаңыз. Бүгінгі күн мәселелерді шешуге қолайлы болмақ.
Бұл уақытты мүмкіндігінше өнімді және тиімді пайдаланыңыз. Мерген. Жұмыстағы корпоративтік кештерді назардан тыс қалдырмаңыз. Бейресми жағдайда әріптестермен қарым-қатынас жасаудан көптеген жағымды эмоция алуыңыз мүмкін. Қазір қолданбай жүрген көйлегіңіз, костюмдеріңіз бен үстіге киетін киіміңізді химиялық тазалауға өткізіңіз. Кейін қажетті болып қалғанда оны тазалатып қойғаныңызға риза боласыз. Тауешкі. Бір күнді жаныңызға жақын адамдарға арнаңыз және ашуыңызға тиіп, мазаңызды қашыратын адамдардан сақтаныңыз. Олар психологиялық тұрғыдан сізге жағымсыз әсер қалдырып, материалдық зақым келтіруі мүмкін. Бүгін үйде күтім процедураларын жасауға қолайлы күн. Тіпті қарапайым маска сізге керемет әсер етеді. Суқұйғыш. Жұмыс тапсырмасын өз бетіңізше орындай алмасаңыз, әріптестеріңізден көмек сұраңыз. Бұл барлығын өзіңіз жасауға тырысып, қателіктерге бой алдырып, оны қайта жасағаннан жақсы. Бұл күн сіз үшін жемісті болады. Барлық жоспарланған жобаны, ұсыныстарды, идеяларды жүзеге асыруға асығыңыз. Бұл күннің ұраны шегінбе және берілме. Бейтаныс адамдардан көмек күтіңіз, белсенді және ынталы болыңыз. Сонда табысқа жететініңіз сөзсіз. Балықтар. Кішкентай аяқ киім сөресін сатып алыңыз. Ол жерге қолайсыз ауа райында серуендегеннен кейін былғанып қалған аяқ киіміңізді қойып қоюға болады. Осылайша кіреберісте тазалықты сақтау әлде қайда оңай болады. Кешкі астан кейін тәніңізге назар аударыңыз. Жеңіл тағамдар, спорттық жаттығулар, сауықтыру процедуралары пайдасын тигізеді. Қымбатты көрермендер, бүгінгі жұлдыздардың жақсы жаңалықтары көп екен. Олай болса біз де бағдарламамызды жақсы бір әуенмен аяқтасақ. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мына күн бұлтанамай, менің жаным антызар жырлатала. Шапырақтар сапсар елдің бәрі, күз келді деп ойлап жүр бұл қалаға. Күз келді деп ойлап жүр бұл қалаға. Күз келген жоқ, қалаға өлең келді. Мақтақын ғой, мына күз менен гөрі. Күз келген жоқ, қалаға өлең келді. Мақтақын ғой, мына күз менен гөрі. Қормен жырлап жатқанда төңірегің көтерілмес, сен неткен көңіл едің. Қайыңдардың қасына жақындасаң, жапырағың өлең боп төгіледі. Жапырағы өлең боп төгіледі. Күз келген жоқ, қалаға өлең келді. Мақтағын ғой, мына күз менен гөрі. Күз келген жоқ, қалаға өлең келді. Мақтағын ғой.